Ал міне алдарыңызда домбыраны бір күнде үйренудің әдісі жинағы. Қазір ішін көрсететін боламын. Міне домбыраны сандар арқылы тартып үйренеміз. Мысалы, 2 сан беріледі. Үсті, асты. Мына үстіндегі санды домбырада үстіңгі шектен басамыз, астындағы санды астыңғы шектен басамыз. Мысалы, 5-ті үстінен, 7-ні астынан басамыз. Мына жерде барлығы жазылып тұр. Пернелер бірден бастап саналады. Міне, сосын мына 5-тің үстінде мындай қағысы беріледі. Яғни мына қағыс осындай. Қалай қағатыны. Мына қағыс төменге қарай қағамыз дегенді білдіреді. Ал мына қағыс жоғары қағыс дегенді білдіреді. Міне көрдіңіздер ма? 2 сан, сосын қағыс беріледі. Мынадай белгісі. 0 деген ешқандай пернені баспау. Мысалы, сандардың арасында 0 саны берілсе, ол кезде ешқандай пернені баспайсыз. Яғни санамайсыз, тек қағысын былай тартасыз. Осы 2 сан бір қағыс болып есеп береді. Мына 2 сан. Міне осылай сандар арқылы үйрене аласыздар. Өте үйренуге оңай. Ішінде 3 ән бар осы жинақтың. Мен қазақпын әні бар міне. Сандармен берілген. Төмен жоғары алма-кезек. Көбінесе жаттауға ыңғайлы. Қағыстары алма-кезек көбінесе. Барлығы жазылып тұр сөзімен. Қайырмасы. Ауылым әні бар. Міне. Көп емес. Міне. Мен қазақпын әні бір 3 бет па сондай. 3 бет дегенде мына қысқа-қысқадан беріледі, 2 жолдан сондай. Ауылым әні міне 2 жолы. Міне. Мына жерде 2 жол, мына жерде 2 жол. Сонда 6 жол. Кездесеріміз біз әлі әні бар міне. Түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан. Міне түнгі аспан бейнеленген. Осындай жақсы 3 ән бар. Міне қайырмасы. Осы жинақты ала аласыздар. Міне Қазпошта арқылы жібере аламыз. Осындай ақбет қағазға шарып береміз. Осындай шағын қылып жасап береміз. Енді бұл кітапша емес. Осындай жаңағы домбыра үйренудің әдісі жазылған. Жаңағы осындай қағаздардың жиынтығы енді. Ішінде әдісі жазылған. Компьютермен жазылған, анық жақсы. Осы әдісті алсаңыздар үйрене аласыздар. Қазақстан бойынша Қазпошта арқылы жібереміз. Сал жібереміз. Бағасы тиімді бағада. Ал домбыра үйреніп алыңыздар, сәттілік. Домбыра тартсаңыздар, домбыра тарту деген өте бір пайдалы іс. Ал сау болыңыздар.